Шымкент үшінші мегаполиске айналғаннан кейін бұл елбасының оңтүстік шаһарға алғаш рет келуі. Қазір миллион тұрғыны бар қаланы түбегейлі өзгерістер күтіп тұр. Қай бағытта даму керектігін мемлекет басшысының өзі атап көрсетті. Шымкенттің орталық Азиядағы қуатты экономикалық орталыққа, қонақтар үшін жайлы әрі тартымды ірі мегаполиске айналуға тиіс. Естеріңізде болса, 2020 жылы Шымкент қаласы тәуелсіз мемлекеттер достастығының мәдени астанасы болып жарияланған болатын. Және бұл жайдан жай болған жоқ, оған бірнеше себептер бар. Мысалы, Шымкент қаласы бұрыннан мәдениет пен руханияттың, бірлік пен ынтымақтастықтың ордасы болып келеді. Сонымен қатар, Шымкент қаласы Қазақстандағы ең шуақты әрі қонақжай қала десем қателеспеспін. Қазіргі таңда еліміздің 3-ші мегаполисінде адам саны 1 миллионнан асып отыр. Сонымен қоса жылдан жылға Шымкент қаласы өзіне отандық және шетелдік туристерді қызықтыруда. Және оның жаңа мәдени астана аталу мәртебесі оған жаңа мүмкіндіктер алып келетіні сөзсіз. Осылайша біз өзіміздің тарихымызды, мәдениетімізді және салт-дәстүрімізді халықаралық деңгейге көтеруге, насихаттауға мүмкіндік туындап отыр. Сондағысы осы айтылған нәрсеге сүйене отырып, мен Шымкент қаласы 20 жылдан кейін Қазақстанның туризм орталығына айналады деген болжамға келдім. Әрине, бұл жай ғана менің болжамым, бірақ бүгін мен осы болжамымды орынды ететін 3 аргумент келтіретін боламын. Ең бірінші аргументім ол Шымкент қаласы туризм орталығына айналуға мүмкіндіктері мол. Әрине, болашақ ол үлкен қалалардың қолында. Бірақ Шымкент қаласы үлкен және мүмкіндіктерге толы болса да, тәжірибесі аз. Бірақ егер жақсы жақтарына қарасақ, Шымкент қаласының туризм саласында танымал болатындай бар. Қалада саябақтар, дендросаябақтар, зообақ, цирк және концерт залдары бар. Сонымен қатар, елбасының айтуынша, келесі 20 жылдықта қаладағы ескі үйлерді бұзып, олардың орнына көп қабатты үйлерді соғу қолға алынады. Оған көптеген бағдарламалар бар. Сонымен қатар, ретсіз сауда үйлер алынып тастап, қала аумағының кеңеюі емес, тығыз орналасуы қолға алынады. Бұл өте қуантарлық жаңалық, және егер де келесі 20 жылдықта Шымкент қаласы, Астана және Алматы қалаларының сәулеттік келбетін қуып жетсе, мен таңғалмас едім. Келесі екінші аргумент ол Шымкент қаласы тек қана мүмкіндіктерге емес, сонымен қатар тарихқа бай және географиялық тұрғыда өте ыңғайлы орналасқан. Негізінен жалпы алғанда, оңтүстік Қазақстан облысының туризмі басқа аймақтардың туризміне қарағанда ерекшеленеді. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысында мәдени тарихи орындар, әулие жерлер және көне қалашықтар өте көп. Сондықтан да Шымкент қаласының Түркістан, Ташкент сияқты тарихи жерлерге жақын орналасуы оның туристік инфрақұрылымда дамуына оң әсерін тигізеді. Жасыратыны жоқ, Шымкент қаласының тарихы жаңағы аталған қалалардың тарихынан кем емес. Шымкент қаласы ол Жібек жолы бойында орналасқан ежелгі қала және бұл жерде көптеген мәдениеттер бұрыннан тоғысқан. Сонымен қатар, Батыс Еуропа мен Батыс Қытайды жалғастырып жатқан көлік дәлізі Шымкент қаласынан өтеді. Және осы Азия мен Еуропаны жалғап жатқан көлік дәлізінің қаламыз үшін экономикалық пайдасы өте көп. Осы пайданы жоғалтпас үшін Шымкент қаласында көптеген туристік орталықтар мен кәсіпорындарды салып, бәсекеге қабілетті ету керек. Ал енді соңғы 3-ші Шымкенттің туристік орталыққа айналуға мүмкіндігі бар екенін дәлелдейтін мысал, ол жыл сайын өткізетін фестивальдар. Менің өзімнің жыл сайын асыға күтетін фестивалім ол Ауа шарлар фестивалі.
Бұл фестиваль жыл сайын наурыз айында, наурыз алаңында өткізіледі және жұлдыздардың концертімен қоса жүреді. Шымкент қаласының тұрғыны Тұрар Ахметовке сенетін болсақ, Шымкент қаласында жыл сайын палау фестивалі өткізіледі екен. Сонымен қатар қызғалдақ фестивалі, шашлык, барбекю фестивальдары өтіп, туристардың сұранысымен жаппай қолданады екен. Оны статистикаға қарап байқауға болады. Мысалы, 2016 жылы Шымкентте 100 мыңнан астам турист келген болса, онда 2017 жылы 108, ал 2018 жылы 178 мың турист келді дейді Тұрар Ахметов. Яғни менің есебім бойынша, егер әр жыл сайын 30 мың турист келіп отырса, онда 2040 жылға қарай Шымкент қаласында бір жылда 1 миллион турист келуі әбден мүмкін. Ал ендеше менің сөзім өз аяғына жетті. Маған қорытындылауға рұқсат етіңіздер. Мен бүгін Шымкент қаласы 20 жылдан кейін Қазақстанның туристік орталығына айналады деген болжамға 3 аргумент келтірген болатынмын. Яғни біріншісі ол Шымкент қаласының мүмкіндіктерге бай болуы, екіншісі ол тарихы мен географиялық орналасуы ыңғайлы болуы, және үшіншісі ол жыл сайын өткізілетін фестивальдардың туристерді қызықтыруы. Мен өз кезегімде бұл сөзімді тек Шымкент қаласының тұрғындарына емес, жалпы бүкіл қазақ қауымына және өз елінің болашағын ойлаған азаматтарға арнадым. Егер сіз болашақта туризм саласында жұмыс істесеңіз, осы айтылған болжамдарды шындыққа айналдыруға атсалысуға шақырамын. Ал қазірше, егер сіздің сұрақтарыңыз немесе пікіріңіз болса, комментарий жазып кетуді сұраймын. Жақсылықта көріскенше, сау болыңыздар.